Ойлап жатқан болсам, біреу қайда. Самого знамени, которое 80 лет назад водрузили над Рейхстагом легендарные герои Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. На флаге номер 150-й стрелковой дивизии, в рядах которого служили бойцы. За этот подвиг Рахымжану Кошкарбаеву в 1999 году было присвоено высшее Олар әуе қорғанысының теория мен практика негіздерін жетік меңгерді. Жоғары технологиялық техникамен жұмыс дағдыларына машықтанды. Соғыс және дағдарыс жағдайында шешім қабылдау әдістерін игерді. САПты институт бастығы бірінші сыныпты ұшқыш полковник Тимур Еспағамбетов бастап келеді. Екінші дәрежелі айбын орденінің иегері. Функцияларды орындайтын атаңызға айналған Ми-8 және 2 Ми-171 тікұшақтарынан тұратын топ ұшып келеді. Топ жетекшісі армия авиациясы авиациялық эскадрильясы командирінің орынбасары, бірінші сыныпты ұшқыш майор Жанат Тұрмағанбетов. Ми-8 әлемдік